Все. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, құрметті ауылдастар, құрметті әріптестер. Бүгін Ақмола облысы Ерейментау ауданында орналасқан Айғыржал кен орнындағы шөгінді тау жұмыстарын өндіруге арналған тау кен жұмыстарын жоспарлау әзірленген ықтимал әсерлер туралы есеп жобасын бойынша жиналыс нысанында қоғамдық тыңдаулар өткізеді. Қоғамдық тыңдаулар Қазақстан Республикасы экология кодекс және қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының талаптарына сәйкес қоршаған ортаға әсер етуі мүмкін жоспарланып отырған қызметке қатысты шешімдер қабылдау процесін жұртшылықтың қатысуын қамтамасыз ету мақсатында өткізіледі. Бүгінгі бұл қоғамдық тыңдау өткізу қағидалары 21-ші тармағына сәйкес қоғамдық тыңдауларды тиісті әкімшілік аумақтық бірлік әкімінің аппараттық өкілінің төрағалығымен өткізіледі. Бүгінгі қоғамдық тыңдаудың төрағасы, яғни мен, Ерейментау ауданы Өлек ауылдық округінің әкімі Шақаев Қуаныш Жұмағалиұлы, қоғамдық тыңдаулардың қатысушысын сайлауға көшуді ұсынамын. Күн тәртібіне сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақ жоқ. Онда осы тыңдаудың қатысушысын сайлауға көшейік. Қоғамдық тыңдаулардың қатысушысы ретінде Алаид жауапкершілігі шектеулі серіктестік өкілі Баймұрат Бағдат Қуандықұлының кандидатурасы ұсынылады. Кім қолдайды, кім қарсы? Дауыс беріңіздер. Рұқсат болса, шешім қабылданды. Енді әрі қарай сөз осы Баймұрат Бағдат Қуандықұлына беріледі. Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылары. Менің атым Бағдат, мен Алаид дейтін жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілімін. Біздің ұйым Айғыржал кен орны бойынша жобалық құжаттаманы әзірледі. Бұдан дейін осы аумақта геологиялық барлау жұмыстары жүргізіліп, олардың нәтижесінде кірпіш өндіруге жарамды саз қорын анықталды. Айғыржал кен орны Ақмола облысының Ерейментау ауданында, Ерейментау қаласынан шамамен 18 шақырым жерде орналасқан. Ең жақын елді мекен Үленті ауылы болып табылады. Кен орнынан 21 шақырымнан астам қашықтықта орналасқан. Айғыржал кен орны Үленті ауылы округының жерінде орналасқан. Ең жақын су объектісі Бортикөл көлі 580 метр жерде орналасқан. Кен орны ашық әдіспен, яғни карьер арқылы игеріледі. Аумақта карьер құнарлы топырақ қабатын сақтау алаңы, аршынды жыныстар үйіндісі, уақытша өндірістік алаң және ішкі жолдар орналастырылады. Жұмыстар тек жылы мезгілде, жылына шамамен 190 жұмыс күні жүргізіледі. Жұмыс аптасы 5 күндік, ауысым ұзақтығы 8 сағат. Кен орнын игеру мерзімі 10 жыл болып табылады. Жұмыстар басталар алдында топырақтың құнарлы қабаты алынып, кейін жерді рекультивациялау үшін арнайы сақталады. Одан кейін аршынды жыныстар алынып, саз өндіру басталады. Өндірілген шикізат кейін кірпіштің зауытынан тасымалданады. Осы істің жобаларына сәйкес біздің экологиялық бағалаудың келесі жолдары. Атмосфералық ауа. Негізгі әсер техникасының жұмысы мен жүк тасымалдау кезінде пайда болатын шаңмен байланысты болады. Шаңның тарауын азайту мақсатында жолдар, жұмыс алаңдары және материалдар сақталатын орындар тұрақты түрде сумен суландырылады. Жүргізілген есептеулер атмосферадағы ластаушы заттардың мөлшері белгіленген санитарлық нормативтерден аспайтынын көрсетеді. Су ресурстары. Өндірістік ағынды сулардың пайда болуы көзделмеген, өзендер мен көлдерге ешқандай төгінділер болмайды, сондықтан жер үсті және жер асты суларына әсер өте төмен деңгейде бағаланады. Тұрмыстық қалдықтар және жер ресурстары. Тұрмыстық қалдықтар мен жер ресурстары және мен байланбаған сүрту материалдары арнайы жабдықталған орындарында уақытша жиналып, кейін оларды кәдеге жарату лицензиясы бар мамандырылған ұйымдарға беріледі. Аршынды жыныстары арнайы қарастырылған үйіндіге орналастырылады. Кейін кен орны игеру аяқталғаннан кейін бұрын сақталған құнарлы топырақ қабатын пайдалана отырып жерді рекультивациялау жұмыстары жүргізіледі.
қорытындыға келсек, жүргізілген экологиялық бағалау нәтижелері көрсеткендей, жобада көзделген табиғатты қорғау шаралары толық сақталған жағдайда қоршаған ортаға әсері жергілікті сипатта болады. Тұрақты бақылауда ұсталады және рұқсат етілген деңгейден аспайды. Назар қойып тыңдағаныңызға рахмет. Баяндама осымен аяқталды. Жоба қатысты материалдарға бойынша қандай сұрақтарыңыз бар? Ұсыныстар, ескертулер? Жақсы, сұрақтарыңыз болмаса, қоғамдық тыңдаулардың қорытындысы шығару 5 минутке дейін уақыт берілсін. Аяқтап берсеңіз болады, жаңағы. Егер сұрақтар мен айтылған ұсыныстар ештеңе болмаса, онда қоғамдық өткізу керек. Жақсы, ұсыныстар, сұрақтар болмаса, онда құрметті қатысушылар, қоғамдық тыңдаулар барысында айтылған барлық ұсыныстар, ескертулер және қойылған сұрақтарға берілген жауаптар қоғамдық тыңдаулар хаттамасына енгізілсін. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының талаптарына сәйкес өткізілді деп есептеледі. Барлықтарыңызға белсенді қатысқандарыңыз, азаматтық ұсынымдарыңыз және конструктивті пікірлеріңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Осылайша қоғамдық тыңдау жабық деп жарияланды. Рахмет, сау болыңыздар. Бізде екінші сағат төртте бар, егер де осыны қайтадан өткізсек қалай болады? Төртте қай жерде істейді? Тоже осында, дәл осындай процесс.